Бүгін мен әдеттегідей Лейман және де достар. Қалай айтсам болады? Мен енді бомж игрок сериалын түсірмеймін. Себебі достар, мен түсіндім, что сериал түсіру менікі емес. Сериал түсірген как бы не қызықсыз болып кетті. Және де одандай актив аз. Өзіме де қызықсыз болып кетті. Не, короче, неинтересно болып кетті не түсірген сериал. Вот, соны айтайын деп. Және де достар, осымен қоса, осы үшін мен осы видеоға кірдім ба деп ойлағанмын. Тағы да бір нәрсе айтатын жаңалығым бар. Ол енді мен достар озвучка. Короче, достар, мен осы уақытқа дейін 83 видеоның бәрін озвучкамен істейтін там. Ал енді озвучкасы істейтін болдым. Яғни айтқанда сразу сөйлеп видеоды сразу сала салатын боламын. Сол үшін достар, видеодағы алдын ала айтып қойын, автозвукта сол үшін енді алдағы видеоларда болады, автозвукта болуы мүмкін, андай сондай звуктар болуы мүмкін. Сол үшін енді кешірім сұраймын. Және де достар, енді айтайын, возможно енді бір күнде 3-4 күнде бір емес, бір күнде де бір емес, бір күнде 2 видео шығуы мүмкін. Я достар, мен енді чисто YouTube түсіруге ынталандым. Короче, мақсат қойдым алдыма 1000 подписчикке жазға жету дедім. Осы енді мақсатқа жету жолында еңбектенетін боламын. Күніне 2 видео шығаруға тырысамын. Енді осы суббота воскресенье сіздерге дофига видео түсіріп, енді салып отыратын боламын 2-2-ден. Так, себебі достар, озвучка жасасан, 10 минуттық видео болса, он 40 минут, 30 минут уақыт кетеді. Ал вообще 20 минут болса, оған 1 сағат кетеді. Оқуға. Міне озвучка етесіз, біздер дос болмаса қайттан, тағы болса дос болмаса қайттан, солай. Вот. Енді достар, мен хотя осы кәдімгі сөйлегендегі проблеманы шештім. Ол проблема кейін айтатын мама проблеманы. Шешкен, автозвуктардан қалай қылдым. Но хоть что-то, чтоб озвучкаға ұқсағандай, сондай қылдым енді. Себебі автозвуктар көп болмасын. Бәрі айтқым келген осы. Вот, сосын достар, астыға сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер, болса көп болып менде сұрақ жазбаған адамдар. Мен сіздердің сұрақтарыңызға ответ беріп, сұрақ жауап түсіруім мүмкін. Ал енді достар, бүгінше мен айтайын дегенім осы. Енді бүгін тағы осы видеодан кейін көріп атты. Осыны бітірген кезде, возможно, уже мен новый видеом шықты. Сразу көре оны. Өткен мен экшн деп қоясың. Короче, достар, ал достар, сізден бүгін болған мен Лейман. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де колокольчик басыңыздар. Если мен даусым бір болса, онда алдын ала кешірім сұраймын. Молодец. Все, тіркелдің ба? Қызыл кнопканы сұрға айналдырдың, не? Молодецсің ғой сен. Неге екенін айтайын ба? Өйткені сен менің подписчигімсің. Ал подписчигім, сәлем, сау бол.